құйрығы таққа жабысталған диктаторлық бүкіл адамзаттың соры. Ол жерде ашықтық болмайды. Оның айналасы ұлы, қызы, нағашы, жиені, бөлесі, туыс-туғаны, тайпасы айналасына жиналады. Сен 1 миллион қазақ аш, жалаңаш, үйсіз, күйсіз, кредитке байланып, жылдар бойы сорлап, өмірін қорлықпен өтіп, өмірі шетел көрмей, қыдырмай, жақсылық көрмей, ауырып, сөйтіп сорлап жүргенде ана Сұмырайдың қызы Лондонда бір туған күн кешіне өткізеді 1 миллион қазақтың өмір бойғы жиған тергенін шашып. Не үшін? Не үшін солай? Соған сен неге көнесің, қазақ? Неге соған көніп, өстіп сорлап отырасың? Міне әлеуметтік желіде тұтас көмір жоқ отырған қазақ. Сені мал қып отыр ғой, сені малдан төмен қып отыр ғой, қорлап отыр ғой сен. Газдың өзін 6000 километр Пекин, Шанхай, Гонконг жағып отыр. Сенің газыңды. Сенің газыңды. Сен көмір екеш, көмірге жармай отырсың ғой. Ертең келер жылы сиырыңның кезегінде тартып алады. Сиырыңның кезегін тартып алғанда қайтесің, қазақ, Ойлан, қазағым. Ойлан, кеудеңді көтер. Жағаласпай жан қалмайды, қазағым. Жағаласпай ешқашан жан қалмайды. Жағаласпай күреспей ешкім ешқашан жақсы өмір сүрмейді.